Ассалаумағалейкум көрермен, назарларыңызда асау жаңалықтар және тізгіндемен Асаубек Айымбетов бүгін көретіндеріңіздің маңыздыларына тоқталайық. Аспанға көтеріліп, қайта қонбаған қыршын тағдырлар. Соны баласының көңілін қимай, сол баласының қолдауымен сол жаққа қонаққа бара жатқан кезі ғой. Миллиондарды мұңға салып, жүректерді жылатқан ұшақ апаты кезінде көзсіз ерлікке барғандарды ел жоқтап жатыр. Санаулы күннен соң еліміздегі мыңдаған көлік жарамсыз болып қалуы мүмкін. Ал такси тізгіншілерін қандай тосын сый күтіп тұр? Жолаушылар тасымалымен айналысатын компаниялардың дәурені аяқталама. Машинамыз сатуға келмейді, конструкtor. Машина өз атымызда ғана қалады. Астанада не болып жатыр? Бас қалада полицейлер қаптап, көшедегі тәртіп күшейді. Ал еліміздегі маңызды жолдар жабылып, көліктерді өткізбей жатыр. Бұған не себеп? Қатаң шаралардың жай-жапсарын баяндаймыз. Бойдақтардың отау құрып, бай болуды ойлағандардың айы оңынан туатын жыл. Жылан жылы қазақстандықтарды не күтіп тұр? Қазақ елінде көп үйлі болатын жыл. Мемлекет басшысы төрағалығымен Ақтау маңындағы ұшақ апатына байланысты кеңес өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев қаза тапқан қазақстандықтарға тоқталып, марқұмдардың отбасы мен жақындарына тағы да көңіл айтты. Бұдан бөлек жедел көмек көрсету құрылымдары оқиға кезінде шұғыл әрі үйлесімді әрекет еткен жеткізді. Нәтижелі жұмыстың арқасында адам өмірін сақтап қалып, қажетті ақпараттың барлығы жұртшылыққа уақытылы беріліп тұрды, деді президент. Сондай-ақ мемлекет басшысы өз сөзінде отандастарымыз қиын кезеңде зардап шеккендерге жәрдем беріп, ұйымшылдық және шынайы тілеулестік қасиет көрсеткен тілге тиек етті. Жұрт кезекке тұрып, қан тапсырды. Әзербайжан елшілігі ғимаратына гүл шоқтарын қойды. Бұл туралы еліміздің және шетелдің бұқаралық ақпарат құралдары жан-жақты мәлімет таратты. Құтқарушылардың, дәрігерлердің және волонтерлердің адал қызметіне күллі әлем куә болды. Әсіресе көршілес әрі серіктес елдер Әзербайжан, Ресей, Қырғызстан азаматтары айрықша алғыс білдіріп жатыр. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев оқыс оқиға кезінде өз ерлігімен көзге түскен азаматтарға мемлекеттік награда беру туралы тапсырма берді. Үкімет апат салдарын жоюға атсалысқан адамдардың ерлігі мен еңбегін лайықты атап өту қажет. Ерекше көзге түскен азаматтарға мемлекеттік награда беру керек. Менің тапсырмаммен үкіметтік комиссия құрылды. Бұдан бөлек жиын барысында президент еліміздегі авиациялық қауіпсіздіктің жай-күйін мұқият тексеру қажет екенін мәлімдеді. 800 литр қан. Қазақстандықтар Әзербайжан ұшақ апатынан зардап шеккендердің өмірін аман алып қалу үшін жан таласты. Бауырлас елдің азаматтар үшін жанмен қоса қанын беруге дайын азаматтарымыз ұшы-қиыры жоқ кезекке тұрды. Ал қан орталығына қатынаған әрбір жолаушыны таксистер бар болғаны 10 теңгеге кей жерде тіпті тегін жеткізіп салыпты. Өзгенің басына күн туғанда өзі өреген жұртымызға қара жамылған Әзербайжан халқы алғысын жаудырып жатыр. Тіпті Илхам Әлиевтің өзі құтқарушылар мен дәрігерлерімізге қым-қуыт шақта көмек үшін рахметін жеткізді. Бүгінгі күннің батырлары міне осы жігіттер. Ақтаудағы электр компаниясының бригадасы апат болған сәтте далада жұмыс істеп жүрген ұшақтың мұрнымен жер сүзгенін көріп, дереу көмекке ұмтылыпты. 3 минутта оқиға орнына жеткен азаматтар лапылдап жанып жатқан лайнердің ішінен біраз жолаушыны сыртқа алып шыққан. Человек где-то более 15. 15 шақты жолаушыны ұшақтың салонынан алып шықтық. Фюзеляжын көтеру үшін мына тұрған кранымызды ала бардық. Үйіндіні көтеріп, қолдан келген бар жәрдемді көрсеттік. Менің бригадамдағы 10 адам дереу оқиға орнына құстай ұшып жеттік. Көп ұзамай құтқарушылар мен жедел жәрдемде келді. Оқиға куәгерлері апта басындағы апатты қорқынышпен еске алады. Жұмысшылар бар ойымыз адамдарды аман алып қалу болды дейді. Тіпті олар бұл әрекеттерін ерлік деп те санамайды екен. Сол кезде уже түтінін көрдік, бірден көмекке кеттік қой жаққа. Водительдер бар, қасымызда жұмысшыларымызбен. Сосын барсақ, ұшақ деген екіге бөлініп жатыр. Бас жағы өртеніп кеткен. Адамдар қиналып жатқан адамдарды көріп, сол адамдарға бірінші көмегімізді көрсетуге. Халқымыз шіркін әрдайым көмекке дайын тұрады. Ұшақ апатын ести сала еліміздің барлық өңірінде қан тапсыруға келгендердің қарасы қалың. Әлеуметтік желіге ақпарат шығысымен Астанадағы орталыққа 120 адам бар жұмысын тастап жетіп барған. Осы уақытқа дейін азаматтарымыздан бас аяғы 800 литр қан жиналыпты. Осы оқиға туралы естідім, көрдім. Сол себепті біріншіден универ арқылы осы жерге келіп қан
тапсыруға ниетімен адамдарға жақсы ету үшін келдім. Рейс апатының артынша Әзербайжанның Ақтаудағы консулдығы мен бас қаладағы елшіліктің алдына да біраз адам жиналды. Олар марқұмдарды еске алып, гүл шоқтарын қойды. Осынау ауыр жағдайда бауырлас халыққа жылы сөздерін айтып, қайғыларын бірге бөлісуге тырысып бақты. Ал Әзербайжан халқы ұшақ апатында шұғыл әрекетке көшіп, көмек көрсеткен барша отандастарымызға алғыстарын жаудырып жатыр. Әсіресе төтенше жағдайда аянбай қызмет еткен еліміздің құтқарушылары мен медицина мамандарының жұмысын атап өтті. Мен барша қазақ еліне алғыс білдіргім келеді. Олар бізге қиын қыстау кезеңде қол ұшын созды. Түркі тілдес елдердің осылайша ауызбіршілігін көрсетті. Әзербайжан мен Қазақстанды әрқашанда достық қатынас біріктіреді. Біздің елге бұл апат өте ауыр тиді. Бірақ қиын сәтте қолтығынан демейтін бауырлас елдің болғаны қандай жақсы. Ақтау жұртшылығы және барша қазақстандықтар жылы жұмсағын зардап шеккендерге төсеп жатыр. Екі елдің достығы мәңгілік болсын. Алғыстан басқа айтарым жоқ. Ал елдің денсаулық сақтау вице-министрі де дер кезінде көрсетілген медициналық көмекке де ризашылығын жеткізді. Ең бірінші біздің халыққа көрсеткен моральдық көмектеріңізге алғысым шексіз. Апаттан бері Ақтау халқы бәйек болып жатыр. Ауруханаларда да барлық қажетті ем-дом көрсетілді. Екі елдің достығы нығая берсін. Бізді қарт Каспий бөліп қана тұрған жоқ. Алып теңіз бауырлас халықты біріктіріп тұр. Жалпы отандастарымыз нағыз бауырмал. Қай елде қиын жағдай бола қалса қол ұшын созуға дайын тұрады. Мәселен, Түркиядағы жер сілкінісі кезінде де ең алғаш болып жәрдемге ұмтылғандардың бірі қазақстандықтар. Гуманитарлық көмекті де ұшақпен бірнеше рет тасыдық. Қырғызстанда биыл сел жүріп, біраз елді мекенді қиратқан сәтте де азаматтарымыз шетте қалған жоқ. Қайыркен Отыншы, Асау жаңалықтар. Аспанда сөнген армандар. Ұшаққа еш алаңсыз отырып, үйінен жыраққа бет алған қазақстандықтардың бірде-біреуі туған жеріне тірі оралмады. Ал бортта бақилық болған өзге жандарды туған туысы қимай шығарып салып, қарсы бетте өзгелері тағатсыздана күтіп тұрды. Қас пен көздің арасында әуе көлігінен ақау шығып, теңіз үстімен жанын шүберекке түйіп келгендердің арасында көзсіз ерлікке барған батырлар да бар. Көрші елге баратын ұшаққа отырған қазақ азаматтары айналып туған жерге жетсе де аман қалмады. Әркімнің күйбең тірлігі ғой, әйтпесе Баку мен Грозныйда не жоғалты дейсің. Ақтық демі өз отанының құшағында үзілді. Хош, болар іс болып бояу ісіңді. Жан түршігерлік апатта анасы мен баласы қатар қаза тапты. Астаналық белгілі нотариус Гаухар Шаймерденова кенже ұлымен көршілік аттанған. Сол сәтте ұшаққа емес, келмесін кемесіне мінгенін қайдан білсін. Кішкентай ұлының жаңағы досы, бірге мектепте бірге оқыған досы сол жаққа көшіп кеткен екен. Сол балдар бір-бірін сағынып, бір-бірін солай алып, жаңағы досы қонаққа шақырған боларды. Мамасы соны баласының көңілін қимай, сол баласының қолдауымен сол жаққа қонаққа бара жатқан кез ол. Әуе апатынан еліміздің 6 азаматы ажал құшты. Қаза тапқандардың қатарында мұнай саласында еңбек еткен Бауыржан Жұмағұлов пен Сәндібек Төлесінов бар. Еңбек демалысында Шешенстанға сапар шеккен атпал азаматтардан бала-шағасы қапыда көз жазды. Көп балалы әкелердің артында келіншектері мен қанаты қатпаған ұл қыздары қалды. Жергілікті құрылым желісі бойынша демеушілермен, жұмыс берушілермен өзара іс-қимыл жасаймыз. Әрине, бір жолғы көмек көрсетіледі. Қазір мөлшері анықталады. Кепілдендірілген мемлекеттік төлемдерге келетін болсақ, республикалық бюджет желісі бойынша әрбір отбасыға тиісті көмек беріледі. Асыраушысынан айырылған отбасыларға арнайы жәрдемақы берілмек, ал қаза тапқан адамға 5 миллион теңге көлемінде бір реттік көмек тағайындалыпты. Бірақ аспаннан алтын жауса да өлгендер қайтып келмесі анық. Ұшақ апатынан 38 адам опат болды. Солардың бірі әзербайжандық Мұхаммед-Али Иганов аяқдопшы болуды армандапты. Талантымен көзге түсіп, кәсіби футбол клубының қатарына қосылып та үлгерген. Тек жоспарлаған жаңа жылын қарсы алып үлгермеді. Алғашқы мүшелінде ақтық демі үзіліп кете барды. Сапарға аттанарда кішкентай қарындасының періште жүрегі сезді ме, көз жасы көл болып, қимай шығарып салған екен. Жасыратыны жоқ, мұндай апаттан аман қалудың өзі екіталай. Дегенмен 29 адамның көрер жарығы бар екен. Ұшақтың артқы бөлігінен шыққан сәттен ақ аяқтан тұрып кеткендер бар. Бортсеріктер өз міндетін толық орындады. Ерекше қайсарлық танытты. Аға бортсерік қыз бала еді. Соңына дейін жолаушыларға бәрі жақсы болатынын айтып, салқынғанды ұстады. Барлық нұсқауларды түсіндірді. Ол өз жұмысын 5-ке орындады. Hareket edin, her şey yaxşı olacaq. Amma eləsin, kəmərini
Аман қалған азамат айтып отырған аға бортсеріктің соңғы дауысы бұл. Хюкума Алиева жолаушыларды сабырға шақырып, дүрбелеңге жол бермеуге тырысқан. Әзербайжандық ару 9 жылдан бері осы әуе компаниясында қызмет етіп, мыңдаған жолаушыға жол нұсқады. 100 жылы дауысы жұмсақ бұрымды өмірден батыр болып өтті. Ал бұл стюардессаның соңғы сапары. Ал аман қалған екінші бортсерік бұрымды ауруханада аз-маз емделіп, еліне қайтты. Ақтаудың ақсақалдары қаумалап, жергілікті жұрт нәзік жанды жұбатты. Бірақ қос жанары жәудіреген Айдан Рагимли ұшаққа мәз мейрам болып бірге мініп, жұмысына кіріскен әріптестерінің енді жоқ екеніне сене алмайтындай. Әдетте ұшақ апатына 3 жағдай әсер етеді. Бұл техникалық ақау, адами фактор немесе сыртқы жағдай. Бастапқыда сарапшылар апатқа құстардың соқтығысуы себеп болуы мүмкін десе, қазір Әзербайжан парламентінің депутаттары ұшақты Ресейдің әуе қорғанысы Грозный аспанында атып түсірді деп ашық айтып отыр. Оның анық қанығы сараптама қорытындыларынан соң белгілі болады. В рамках возбужденного уголовного дела Қылмыстық іс аясында барлық дәлелдемелер жиналады. Жағдайға қатысы бар мемлекеттердің тиісті қызметтерімен бірлесе отырып, қажетті сараптамалар жасап, тиісінше құлау себебін анықтаймыз. Бұл қара жәшіктің оқылуы және басқа да себептер. Әрине біз оны бірден жариялаймыз. Мұндай жағдайдың салдарын мерзімінен бұрын айтып, себептерін анықтау мүмкін емес. Кеше істен шыққан алып кемені елді мекенге құлатпай, 2 айналдырып, тегіс жерге жеткізген ұшқыштардың ісі ерлік емей немене? Олай болмағанда адам шығыны одан да көп болары анық еді. Қалың бұқара тізгіндегі қос пилоттың көзсіз батырлығына бас иіп жатыр. Ел аузында ұшқыштар ешқашан әуеде өлмейді, тек аспанға қанат қағып қайта оралмайды деген тәмсіл бар. Адам бұз ғой, айтуға оңай, Каспийге қонса, борттағылар тегіс тірі қалар ме еді деген үміт болғаны да жасырын емес. Қысты күні осындай жағдайда суға қонғанда ұшақ дәл осындай 2-3-ке бөлініп кетуге мүмкін еді. Оған қоса аман қалған жолаушылар болса да, құтқару жұмыстарын өткізуге өте қиын болатын еді. Шының керек болса, аман қалған жолаушыларды құтқара алмайтын да жағдай болатын шығар деп мен өзі ойлаймын. Әуежайдан көтерілген мұна ұшақтың ішінде шамамен 100-ден астам адам бар. Олардың бірі жаңа жылды жақындармен бірге қарсы алуға асықса, енді бірі саяхаттап, ел, жер көргісі келеді. Барлығының алдағы жылға қойған жоспарлары мен мақсаттары бар. Біз бүгін айтқан ұшақтың ішіндегі азаматтардың да дәл сондай арманы бар еді. Кейбір үшін сол арман көк аспанда сөнді. Ең бастысы, діттеген жеріне асқан жолаушылар дін аман жетсін деп тілейміз. Бердібек Қарымбай, Жандос Манашев, Асау жаңалықтар. Кешірім сұраймын. Ресей президенті Владимир Путин әзербайжандық әріптесі Ильхам Алиевпен телефон арқылы сөйлесіп, Ақтау маңындағы Әзербайжан әуе жолдары ұшағының апатын жан-жақты талқылады. Путин қайғылы оқиға Ресей әуе кеңістігінде болған үшін кешірім сұрап, қаза болғандардың отбасыларына көңіл айтып, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуін тіледі. Кремльдің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Ресей басшысы жолаушылар ұшағы әуежайға қонар кезде Грозный, Моздок және Владикавказдағы украиналық ұшқышсыз ұшатын аппараттар шабуыл жасаған. Ал ресейлік әуе қорғаныс жүйелері бұл шабуылдарға тойтарыс бергенін айтыпты. Өзге тақырыптарға тоқталсақ, елімізде күн райы күрт нашарлады. Бірнеше өңірде қалың қар түсуіне байланысты көлік қозғалысына тыйым салынды. Мәселен, күн райының қолайсыздығынан Ақтөбе, Атырау, Астрахан жол учаскесі жабылған. Дәлірек айтсақ, Құрманғазы ауданынан Жанбай ауылына дейінгі қашықтықта жүріп тұру мүмкін емес. Қазіргі уақытта Қазавтожол мекемесінің қызметкерлері тазарту жұмыстарын жүргізуде. Сондай-ақ Абай облысында да табиғи ахуал нашарлап, Алматы Өскемен бағыты бойынша Қалбатау селосынан бастап Шығыс Қазақстан облысына дейінгі жолға шектеу қойылған. Одан әріде жағдай осындай. Шығыс Қазақстан өңірінен Уланское селосына дейін трасса жабық.
Ал Алматыда шайханада отырудың өзі қауіпті болып барады. Күні кеше Алып шаһарда екі жеңіл көлік соқтығысып, машиналардың бірі жақын маңда тұрған шайхананың тас салқанын шығарды. Оқиға Яссауи, Трудовая көшелерінің қиылысында болған. Бұл тамақтану орнына бұдан бұрында көлік келіп соққан еді. Анықталғандай, көліктердің бірі басты бағытпен келе жатқан, екіншісіне жол бермеген салдарынан апатты жағдай тудырған темір тұлпар тізгіншісі екпінмен жол жиегінен шығып кетіп, кәсіпкерлік объектіге кіріп кеткен. Жол көлік оқиғасынан 3 адам зардап шегіп, олар ауруханаға жеткізілді. Ал шайханасы шашылып, шығынға батқан кәсіп иесінің айтуынша, мұндай жағдай осыған дейін де болған. Ол кезде де ебедейсіз көлік тізгіншілерінің кесірінен кәсібі біраз уақыт тұралап қалыпты. Енді басынан бұл тарылмаған бизнесмен бұл мәселені көшеге бағдаршам орнату арқылы шешу қажет дейді. Келесі жылы еліміздегі мыңдаған көлік жарамсыз болып қалуы мүмкін. Темір тұлпар қожайындар тіпті оларды сата да алмайтын күйге жетеміз деп отыр. Сондай-ақ жолаушы тасымалмен айналысатын компанияларда да тықыр таянды. Енді тарифті өз білгенше көтеріп, бұқараның қалтасын қаққан такси операторлармен қош айтысуымыз ғажап емес. Сюжетті толығырақ. Тізгіні теріс демесеңіз, бұл көліктің қалааралық жолдарда қатынайтын есіне берер пайдасы мол. Оның үстіне жолаушыларға арналған 6 орындығы бар. Бірақ не керек? Осындай оң жақ рөлді көліктердің дәуірі бітті. 1 қаңтардан бастап көлік министрлігі жолау тасымалына түпкілікті тыйым салмақ. Оны көлік министрі Марат Қарабаев шілде айында хабарлаған болатын. Оң рөлде болатын, рөлді жаратын болатын көлік болса, онда оны мүлдем индрайверлікке жақсы жоқ деген. Ол кезде естіртіп, ескертті. Түпкілікті шешім жуырдағына қабылданды. Қазір шылдаған азаматтар қайда бар бас ұрарын білмейді. Жан-баққанға жалғызымыз, бұдан басқа астымызда нан табарымыз жоқ деп, біраз адам мұң кешіп жүр. Машинеміз сатуға келмейді, конструктор. Машине өз атымызда ғана қалады. Бұдан басқа табыс көзім жоқ. Осы жалғыз табысым осы. Барған жеріне 150-200 мыңға шақырады, ол 150-200 мыңден қазір түкке жетпейді. Бізді жұмысқа алмайды ғой енді. Бір жерге барып охранник болмасам 80 мың теңгеге енді. Жағдайға қарап дал болған астаналық Мақсат Ахатов қазір сатайын десе көлігін өткізе алмайды. Себебі шекара сыртынан жеткізілген тұлпарын 1 жыл бұрын өмір бойына атына рәсімдеген. Ол кезде мұндай талаптармен мыңдаған адам алыс жақын шетелден көлік әкеліп, қазақ нөмірін таққан. Былтырдың өзінде елде бір реттік заңдастырумен тізгіні теріс 22 мың көлік тіркелген. Бұрыннан бері қолданыста болған талап осы жолаушыларды таксимен тасымалдау қызметіне рөлі оң жақта орналасқан автокөліктерді қолдануға болмайды, ол тыйым салынған. Барынша барлық осындай тасымалдаушыларды қамту үшін бізде осы таксиге тапсырыс берудің мобильдік қосымшаларымен жұмыс жүргізіліп жатыр. Мобильдік қосымшалары рөлі оң жақта орналасқан автокөліктерді қызмет көрсетпеуі тиіс. Мәселе тек рөлде емес. Министр Марат Қарабаевтың сөзінше, мұндай көліктер елдің тас жолдарында апатқа жиі ұшырайды. Қазір бір шаһардан екіншісіне қатынайтын тізгіні теріс көліктердің саны қанша екені белгісіз. Статистикадан көлікпен ішкі істер министрлігі де бейхабар. Бұрыннан бар, бірақ сақталмаған заңның жағасына келер болсақ, шектеу қойылған машиналар жолаушы тасымалдаған жағдайда жеке тұлғалар 20 мың теңге көлемінде айыппұл арқалайды. Ал шағын кәсіпкерлік ретінде тіркелгенде 40 мың теңгесінен қағылады. Ірі бизнес субъектілері болса 98 мың теңге төлеуге міндеттеледі. Тізгіні теріс көлік иелерінің жағдайы осы. Жалпы қазір такси қызметіндегі компанияларда қызыл кеңірдек болып жүр. Көлік министрлігі елдегі жолаушы тасымалымен айналысатын платформаларды бір палатаға біріктіргісі келді. Бірақ оған монополистер көндігер емес. Айтуланша ұйым құрылса, нарықтан ұсақ компаниялар кетеді. Үстемдік құрғандар болса, білгенін істейді. Министрлік қауіпсіздікті қамтамасыз етіп бақылауды күшейтуді көздеп отыр. Бірақ бұл арқылы ертең өзге компаниялар нарықтағы алпауыт платформаның көлеңкесінде қалып айтқанын істейді. Отандық кәсіпкерлер тіпті құрдымға кетеді. Қазірдің өзінде бәсекелестік әділ емес. Ірі компания ел бойынша жайылған сайын оның тапсырыстан алатын пайызы да көбейеді. Олар әрі қарайда қызмет құнын өсіре береді. Алаңға кіру үшін әрбір жүргізуші жарна төлейді. Оның көлемін жалпыға ортақ палата белгілейді. Яғни ұйым жұмысына мемлекеттік органдар жапа тармағай кірісе алмайды. Ал такси қызметін ұсынған компаниялар болса, бұған дейінгі салықтарын төлеп жүре береді. Жолаушылар тасымалдау тарифі ол еркін шарттық түрде белгіленеді. Ұйымдастыру мәселелері сол өзін-өзі реттеу ұйымына құзыретіне барады. Сонымен бірге жаңағыдай өзінің тиісті стандарттар мен қағидаларын қабылдайды. Сол алаңда осы таксимен тасымалдаушылар
Таксиге тапсырыс берудің мобильді қосымшалар операторлары теңдес өздерінің арасында, мысалы, кейбір өздерінің бір даулары болса да талқылап, сол бір шешімге келуге сондай ұйым болып табылады. Бұған қатысты астаналық жүргізушілер тіс жармады. Палата жайлы естігені сол еді, бәрі атты оңын ала қашты. Бірақ қараша айында бұл жөнінде қараша өз ойын айтып үлгерді. Бірі бастаманы қолдап жақсыға үміттенсе, бірі өзгерісті қаламайтынын жасырмады. Мысалы кейде 3000 заказ басаң, яды 700 теңгесін 600 теңгесін ақ қояды. Баға жоқ болса, 1000 теңге алсаң, соң 300 теңгесін 400 теңге ақ қояды. Артық процент төлегім келмейді, сондықтан оған қарсымын. Осы жүйе дұрыс. Әзірге бұл заң жобасы мәжілістің бірінші оқылымында қаралып мақұлданды. Салада ендігі не болары белгісіз, бірақ көлік министрлігінің өкілі келер жылы палата құрылуы әбден мүмкін деп жорыды. Алдияр Айтбаев, Асау жаңалықтар. Шу тағы шулатып жатыр. Бұл жолы қала маңындағы фазендадан бақандай 100 келі кептірілген марихуана табылды. Тыйым салынған тауарды Тараздың тәртіп сақшылары рейд барысында шаруа қожалықтарының біріндегі жиналған шөптің астынан анықтаған. Күдіктіден жауап алу кезінде ол марихуананың қожалық иесіне тиесілі екенін айтқан. Ұсталған жігіт бұрында дәл осындай қылмыс үшін істі болған екен. Бұған дейін Қарағандыда есірткі заттарын ірі көлемде сақтады және тасымалдады деген күдікпен ұсталған. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Жер ана адам баласын жатырқауы мүмкін. Элон Маск қанша жылдан кейін жер басып жүруіміз мүмкін болмай қалатын болжады. Әйгілі миллиардердің айтуынша күн сферасының күші тасып, өз энергиясы өзіне сыймай бара жатыр. Егер дәр осылай жалғаса берсе, бір күні шуақ шашқан алып жұлдыз айналасындағының бәрін бірақ күйдіріп жібереді екен. Сөйтіп өзі де жарылып тынадымыз. Алайда қорқуға асықпаңыз. Бұл 500 миллион жылдан кейін болатын құбылыс. Бірақ әлемдегі ең бай адам ертерек қанданып жұлдыздар арасында әрі-бері қатынауды үйрену керек деп айтып жүргеніне біраз болды. Жаһанда тағы не жаңалық барын бізден біліңіз. Қара теңіз ат айтып тұрғандай шынымен қап-қара болып ластанды. Үлкен танкерден төгілген мазут судың түбіне тұнып, тірі біткенді тұншықтырып жатыр. Сарапшылардың айтуынша 100 мыңнан аса тіршілік иесі қырылып қалды. Енді экологияны қалпына келтіруге 100 жыл кетуі мүмкін. Еріктілер жағалаудан қарамайға бөккен қаншама моллюск, бақа шаян, құрт құмырсқаның өлексесін жинап жүр. Ресейдің солтүстік Кавказдағы Кубань облысында апатқа байланысты төтенше жағдай жарияланған. Дональд Трамп таққа отыра салысымен талай қылмыскердің көзін жоймақшы. ақш-тың су жаңа президенті инаугурация рәсімінен соң бірден елдегі қанішерлер мен зорлықшыларды өлім жазасына кестіруге бекініп отыр. Оның шорт кескен сөзі қызу талқыға түсіп, қоғамның пікірі қақ бөлінді. Біреулер қылмыстың өтеуі қатаң жаза екенін мақұлдап, бұл тентектерді тезге салады деп жатса, басқалары адам құқығын таптау және шектен шыққан қатыгездік деп ойлайды. 1,5 мыңнан астам қауіпті қылмыскер түрмеден тайып тұрды. Түзеу мекемесінен қашу операциясы кезінде кем дегенде 30 адам қаза тауып, тағы біраз жараланыпты. Бұл Мозамбикте болған жағдай. Елдегі жаппай наразылық пен тәртіпсіздік кезінде жазасын өтеп жатқандар күзетшілердің аздығын пайдаланып, қаруларын тартып алған. Қашқындардың бар жоғы 150-дей ғана қолға түсті, қалғандары бостандықта жүр. Айта кету керек, қазір ел астанасы Мапуту қаласында жалпы халықтық сайлауға көңіл толмаған жұрт ереуілдетіп жатыр. Жергілікті билік жақын арада қылмыс саны күрт артуы мүмкін деп қауіптенеді. Көшеден ниқап пен паранжа киюге болмайды. Көрші қырғыз ағайындар қоғамдық орында бет жүзін тұмшалап жүруге заңмен тыйым салып тастады. Елдің жоғарғы кеңес депутаттары күні кеше дін саласына арналған заң жобасын қабылдапты. Бетті жауып, түр әлпетті анықтауға кедергі келтіретін кез келген киім кигендер жазарқылайды енді. Айыппұлдың құны 20 мың сом, біздікіне шаққанда 120 мың теңгеге жуықтайды. Сондай-ақ дінге негізделген саяси партия құруға және арнайы бекітілген мекемелерден тыс жерлерде діни сабақтар беруге де рұқсат жоқ. Жалғастырамыз. Келер жылы жер бетінде соғыс тоқтап, адамзат бейбіт күнге жетті. Ал қазақ халқы мол байлыққа кенеледі. 2025-ке болжам жасаған мамандар осылай деп қуантып қойды. Сөздерінше, төрімізге жайғасатын жылан жылы бір қалыпты бая өтуі тиіс. Қазақстанда баспана мәселесі шешіліп, бойдақтар азаятын көрінеді. Тағы не белгілі, жаңа жылда кімдердің жұлдызы жанады? Тілшіміз Айзада Оразалы айтсын. Болашақ елестетер асыл жарымызы, сен менің арманымсың, анамдай сұлу, мінезің қандай тәтті сұлусың көргем. Сюжетті де түсіріп,
киімді де өлшеп жатырмын. Қазірден кіріспесек болмайды, өйткені жақында салондардың бәрі лық толып, қыздар көйлекке таласып қалуы мүмкін. Сүтсай мамандары 2025 жылы мен секілді бойдақтардың бағы жанып, шаңырақ көтеретіндер көп болады дейді. 2025 егер барлық цифраны санайтын болсаңыздар, ол 9 деген санды береді. 9 деген ол қорытынды жыл. Сондықтан әр бойдақ егер өзіне ниет қойса, үйленем деп, точно үйленеді. Цифрдағы сиқырға сенсек, жалғыз махаббатта ғана емес, көпшілікті көп нәрседе сүйінші күтіп тұр. Бұған дейінгі еңбек сөзсіз еленеді. Әсіресе туған жылы 5 және 0-мен аяқталатындардың асығы алшысынан түседіміз. Жалпы 2025 жұртшылық үшін білім алып, даму үшін керемет кезең көрінеді. Сондай-ақ біраз адам баспаналы болып, қайырымдылыққа бет бұратындар көбейеді. Көп садақа беретін жыл, қазақ елінде көп үйлі болатын жыл, өйткені осындай үйлі болатын жағдайды жасалатын ықпал бар. Жұмысты ауыстыратын жыл, бастық болатын жыл, және де егер де сіздер ескі жұмыстан кетіп қалсаңыздар, бір себептен сабырмен, түсінікпен қабылдаңыздар. Арты точно жақсы болады. Табалдырығымызды аттап, төрімізге жайғасатын жылан түрлі түсінікте даналық пен сақтықтың символы. Тарихқа көз жүгіртсек, бұл жылдары ірі оқиғалар аз болмаған. Алысқа бармай-ақ Қазан революциясы, ашаршылық пен Ұлы Отан соғысының бастауы дәл осы кезеңмен тұспа-тұс келіпті. Алайда халқымыз көрген түсінде, бастаған ісінде тек жақсыға жорыған. Сол секілді жылан жылы жылыс болады деп сеніп, жұтқа емес құтқа балайды. Жылан жылы кіргенде қар жауып тұрса, ақ жылан кіріпті дейді. Жылан жылы кіргенде жер қар жаса, қара жылан кіріпті дейді. Көктем кезінде жаңбыр жауып тұратын болса, алғашқы көктем басталғанда су жылан кіріпті дейді. Құрғақ күн ысып тұратын болса, онда қыр жыланы кіріпті деп жориды. Жалпы жылан жылын жамандыққа баламайды. Үйіне кірген жыланның да басына ақ тамызып шығарады. Теңіздей терең ақыл, таудай талап, елді елтетін қасиет жылан жылы туғандарға тән екен. Сондықтан олардың арасында ұлы ойшылдар, өнерлі азаматтар мен биліктегі тұлғалар жетерлік. Мәселен, Авраам Линкольн, Джон Кеннеди, Мұстафа Кемаль Ататүрік, Махатма Ганди, тіпті әйгілі суретші Пабло Пикассо мен атақты швед ғалымы Альфред Нобельдің өзі жылан жылы дүниеге келіпті. Қатарда қазақ ақыны Абай Құнанбайұлы мен бес арыстың бірі Мағжан Жұмабаев та бар. Астрологтардың 2025 жылы рухани басымдық беріледі деуде бекер емес сияқты. 2025 год, в первую очередь, это год. 2025-те адамдар рухани құндылыққа мойын бұра бастайды. Өз үніне, жанына үңілушілер мен кітап оқушылар саны артады. Жұртшылық жаппай ерекше болуға ұмтылады. Ондайларды қоғамда жақсы қабылдайды. Әсіресе егіздер, шаян, мерген, тәуешкілер үшін өте сәтті жыл. Сондай-ақ білім саласын үлкен серпіліс күтіп тұр. Ал әлемдегі түрлі соғыстар тоқтауы мүмкін. Астрологтар жаңа жылдың басталуының өзі ғажайыпқа толы деп отыр. Дәл 31 желтоқсан күні жаңа ай туады екен. Бұл өте сирек құбылыс. Сондықтан күнтізбе ауысатын түні ескі құсқыны тастап, бүкіл арман мақсаттарыңызды қағазға түсіруге кеңес береді. Сиқырлы сәтте жазылған дүние міндетті түрде орындаладымыз. Әдемі датаны таңдап, ақ көйлекті қамдаған сияқтымыз. Енді астрологтар айтпақшы, арманымыздағы ақ бозатты ханзаданы параққа түсіру қалды. Айзада Оразалы, Асау жаңалықтар. 2025 жылда ойдағыдай қарсы алғысы келді ме, кім білсін, Оралда ұры аулада тұрған шыршаны ұрлап әкетті. Көп қабатты үйдің кіреберісіне орнатылған шыршаны таппай қалған тұрғындар бірден тәртіп сақшыларына хабар берген. Қалалық учаскелік полицейлер көп замай жаңа жылдың айнымас атрибутикасына айналған затты қолды қылған 48 жастағы күдіктіні ұстады. Оның еш саспастан ағашты алып, оқиға орнына кетіп қалған сол маңдағы бейнебақылау камерасына жазылып қалыпты. Қазір ұрлық фактісі бойынша күдіктінің үстінен сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Ал Астанада не болып жатыр? Күшті құрылым өкілдердің бәрі таңнан бері мазасыз. Елорда көшелерінде қаптап жүрген полицейлерді көрген тұрғындар оқыс жайт болды ма деп шошып қалған. Сөйтсек, мұның бәрі жаңа жыл алдында қолға алынған шара екен. Мереке күндері халық көп шоғырланған орындарда қарашаның қауіпсіздігі мен қоғам тәртібін қамтамасыз ету үшін полицейлер күшейтілген жұмыс режиміне ауысқан.
Жемқорлардың жағдайы қиындайтын болды. Конституциялық сот парамен ұсталып істі болғандарға қатысты заңды қайта қарады. Ведомство мұндай шешімге ел азаматтарының талап арызынан соң келген. Өтінішшілердің пікірінше, жемқорлардың мәселесін қарап жатқан еліміздегі түрлі соттар жазаларын еш жеңілдетпеген, яғни тәртібі түзу, оғашқылығы жоқ. Сотталғандардың қалған мерзімін шартты түрде өтуге мүмкіндік бермеген. Сондықтан олар бұл норманы қайта қарау керек деген уәж айтқан. Алайда Конституциялық сот жемқорларды шартты түрде босатуға тыйым барын растап, олардың бұл өтініштерін қанағаттандырмаған. Жаңа жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек беру үшін кедейлік шегін есептеу өзгереді. Оған сәйкес ең төменгі күнкөріс деңгейі емес, медианды табысқа назар аударылады. 1 қаңтардан бастап қандай да бір өңірде тұратын адамның ай сайынғы кірісі сол аймақтағы орташа табыстың 35%-на тең болса, ол адам кедейлік шегінде деп есептеледі. Бірақ оның мөлшері әр өңірдегі ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-нан төмен болмауға тиіс. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, осы өзгерістен соң АСП алатындарға берілетін төлем мөлшері өспейді. Бұрынғыдай қала береді. Айта кетейін, 2023 жылы елдегі орта медианды табыс 73.883 теңге болды. Ол сол кезде күнкөріс деңгейінен, яғни 48.738 мыңнан біршама көп. Ауылда адам қалама, жыл өткен сайын елімізде қалалықтар көбеймек. Еңбек ресурстарын дамыту орталығының болжамынша 2030 жылға қарай біздегі шаһарларда тұрғындардың саны 14 миллионға жуықтайды. Ал 2050 жылға таман қала халқының үлесі 70%-ға жетіп, 19 миллион адамнан асып жығылады екен. Сол жылы ауылда шамамен 8,2 миллион адам тұратын болады. Сарапшылар әсіресе Астана мен Алматы және Шымкенттің тұрғындары күрт көбейеді дейді. 2030 жылы осы 3 мегаполис өмір сүретіндердің қарасы жалпы қала халқының 43%-ын құраса, 2050 жылға таман 51%-ке жетеді екен. Яғни бүкіл қала тұрғындарының тең жарымы осы 3 мегаполисте мекендемек. Есесіне Шығыс Қазақстан, Солтүстік және Павлодар облыстарында қала халқының саны әлдеқайда азаятын көрінеді. Боранды күні баламен ит құтырады деген сөз бар қазақта. Жолдар тарс шабылып, көліктер қарда тұралап жатса да, балалық шақтың бал дәмінен шыға алмай, дүлей боранда алаңсыз ойнап жүрген ұл қыздарымыз бар екен. Телефонға телміргенше, 4 қабырғада қамалып отырғанша, қар атысып, аққала қалап жүрген әлдеқайда артық емес пе? Басы суықта тоңып, адасып кетпесе болды. Асау жаңалықтар осымен тәмам. Студияда болған Асаубек Айымбетов, аса өмірде бекен болыңыздар. Жаңа жылда жағымды жаңалықтар мол болғай.